Алматы қаласында сырдың жас ақындарының поэзия күндері өтті. Игі шара аймақ басшысының қолдауымен облыстың құрылғанына 85 жыл толуына орай ұйымдастырылды. Алатау бөктеріндегі жыр керуенімен біздің түсірілім тобымызда бірге рухани кештің куәсі болып қайтты. Ақындардың Алматыға сапары Кеңсай қорымына жерленген ұлт зиялыларының рухына тағзым етуден басталды. Әдебиет әлемінде өзіндік өрнек салып, қолтаңбасын қалдырған ақын жазушылармен қатар даңқты жерлестеріміздің де әруағына Құран бағышталды. Мұнан соң Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті журналистика факультетінің студенттерімен кездесу өтті. Әдеби сазды кеште ақындар жақұт жырларын оқыса, жастар қосыла ән шырқады. Мен сені құшқан күн қайда, оныңда ертең күні тумай ма? Естірсіз сүйген сен шағымда, ұмыт дейсің бе, ұмыту қайда. Жалпы бүгінгі кеш өте әсерлі болды. Апайларымыздың, ағайларымыздың шығармашылығымен танысып, әндерін естіп, бір көңіл күйіміз көтеріліп қалды. Керемет өтті кешіміз. Рахмет, өзімізге бір рухани байлық алдық десек те болады. Негізі студенттер үшін осындай кештер өте қажет. Бір өңірден кәдімгідей тұтастай талантты ақындардың бір шоғыр болып келуі, ол бірінші рет болып тұрған нәрсе. Шынында да соқтымыз өте ризамыз, өте тәнті болып тұрмыз. Әрдайымда осы келген ақындардың шабыты шалқып, еліміздің әдебиетіне, рухани болмысына өздерінің үлестерін қоса берсін деп тілейміз. Жас ақындардың поэзия күндері Қазақстан жазушылар одағының әдебиетшілер үйінде шығармашылық кешке ұласты. Өлеңді өмірінің өзегі еткен ақындар талғамы биік тыңдарманның жүрек түкпіріне терең бойлады. Бұралаң, бәрі бұралаң. Жалғыз қалғанда Құдайдан сені сұрағам. Жалғыз жалғанда Құмайдан сені сұрағам. Сен екенсің ғой түпсіз тұңғиық түнекте жап-жарық болған бір адам. Осыған дейін Алматы төрінде талай шығармашылық иесінің кеші өтті. Алайда тұтас бір аймақ ақындарының топтасып поэзия күнін ұйымдастыру тәжірибеде тұңғыш рет болып отыр дейді Қазақстан жазушылар одағы басқарма төрағасының орынбасары Бауыржан Жақып. Жаңадан жазып жүрген жас ақындар келіп жатыр. Біздің одаққа мүше емес, соларды да көріп, танып, біліп жатырмыз. Бұл үлкен бір жалпы жалғасын табатын іс деп ойлаймын. Әрбір облыстың, біздің 19 облыста филиалдарымыз бар. Сол ақындары келіп, осында Қазақстан жазушылар одағының ғимаратында өздерінің жыр кештерін өткізіп жатса, бұл нұр үстіне нұр болар еді. Біздің әдебиетіміздің дамуына, бір-бірімен араласуына осында Алматыда жүрген жастар. Тамаша поэзия кешіне куә болдық. Таланттар әрқашанда осындай сырға жырға кенде болмасын, еліміздің, жеріміздің даңқын арттыра берсін дейміз. Көптеген талантты ақындардың әртүрлі бағытта жазылған, натуралистік бағытта, модернистік бағытта жазылған біздің лайықты ізбасарларымызды мақтануға тұратын ақын қыздарымыз бар, ақын жігіттеріміз бар екен. Біз соны көріп марқайдық. Өзге өңірлерге үлгі боларлық бастаманың ұлт әдебиетіне қосар үлесі де салмақты. Танымдық шара жастарға тағылым берсе, жыр жауһарына бойлаған жұртшылық ақындардың талантына тәнті болды. Отанды сүйдім, опасыз ойдан сақтандым. Өмірді сүйдім, өртене жаздап, шақ қалдым, өзімдей көрдім, өзімдей сендім талайға, өне бойымды өлеңден ақтардым. Жүріс осы, сөз расуа, ми құрбан, ақындарды алаламай сыйдырған. Ай Алматым, кеңсің ау, Мат Тереза, сенсің ау. Біздің жүрегіміз қазір лөпілдеп тұр. Осы жастарымыздың жырын осы Алматының тұрғындары сонымен сусындап, елін сағынған, ауылын сағынған кісілер өздерінің жүрегіне үлкен бір нұр құйып қайтады ғой деген ойдамыз. Тізім жасақталып, арнайы құрам жасақталып, осы әдеби толқынға халықаралық, республикалық жыр мүшәйраларының жүлдегерлері, алашта ат оздырып, аты шығып қалған өнерпаз, өрендер келіп тұр. Алдағы уақытта да бізде сыр елінде өсіп келе жатқан жас толқын жеткілікті. Келесі кезекте солардың жолын кезектейміз. Есті әнімен халықтың ықыласына бөленген әншілер сырбойлық ақындармен шығармашылық байланысын сөз етіп, тыңдарманның жүрегіне жол тартқан әуезді әндерін шырқады. Осындай рухани жалпы кештер өте көп болу керек деп ойлаймын. Сондықтан да бүгінгі сырдың ақындарына
қош келдіңіздер деп айтамыз. Талай хиттарға, талай әннің базарына үлкен бір желкенін көтерген үлкен бір жақсы сүбелі сөздер қазір жол тартып жатыр. Соның ішіндегі мен айтқым келетіні Қызылордадағы үлкен ақындар, сазгерлер, мынау Ақжол бауырымызды, Үкітай бауырымызды. Енді мен осы кісілердің біразымен осы өнердің кемесінде, өнердің көпірінде жалпы кездесіп жатқан жайымыз бар. Бұның ішіндегі ең маған мынау қыз баланың батырлығы, сөзге өжеттілігі ұнайтыны осы Мөлдірдің шығармашылығын өте мен бағалаймын. Жастарға рухани серпіліс сыйлаған шығармашылық кеш осылайша Алатау бөктерін жырға бөледі. Асқар Тәжиев, Рамазан Жүсіпбек, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы, Алматы қаласынан.